Assalamu алейкум, alyomedia.com сайтының тұрақлы ағзалары әмді ықыласпентлері сіздерді өзіңіздің сүйікті қосқышларыңызбенен және де жақындастыру мақсатында сайтымызда көптеген жұмыстар алып барылмақта. Солардың бірі Наурыз арапасында сіздердің сүйікті қосқышыңыз, халқымыздың сүйген қосқышысы, жас талант иесі Бауыржан Хамидуллаев бүгін сайтымызда мейманда. Қош келіпсіз, Бауыржан. Аулем бар, ассаламу алейкум. alyomedia.com сайтының тұрақлы ықыласпентлері, ағзалары, қосық сүйер ықыласпентлеріміз. Міне бүгін еліміздің, халқымыздың, мұсылмандардың жаңа жылы болған Наурыз айямы арапасында alyomedia.com сайтының дөретуші инсанларменен біргелікте студиямызда туырдан туыры сіздерменен сайтымыз арқалы сәубетте боламыз. Әлбетте сіздер жоллаған сұраулар һәм ұсыныстарға бүгін қолдан келгенше өзімнің жауапларымды беруге әрекет етемін. Демек, сұрауларға өтеміз. Бірінші сұрау Жұлдыз ісімді ықыласпентліңізден келген. Ассаламу алейкум, Бауыржан Хамидуллаев, сіздің қосқыларыңызды мен күнде естіп жүремін, қосқыларыңыз жүда жағады. Клиплеріңіз де аз, көрейін десем сізді қашан экранларда көп көреміз. Сұрауым, сүйгеніңіз бар ма, сыр болмаса атын айтсаңыз, жоқ болса өзіңізге жараса, сізді жақсы түсінетұғын қызды табуыңызға тілектеспен, үмітлер депті. Рахмет. Бір дегенде көп сұрау беріп тастапты енді. Енді өзімде бір менің қалеуім ба, онша көп орына бермеймін экранларға, клиплерді істей беруге. Себебі мендегі бір зат тек қосқа қызығушылық көп па, сондайда. И қала берді сүйген қызымызға келетұғын болсақ, енді өмір жолында енді таңлап бара береміз. Қазірше жұмыстың уақыты. Рахмет. Кейінгі сұрауға өтеміз. Аша ісімлі ықыласпентліңізден сәлемлер. Бауыржан ағаға сұрауым, өмірде қандай мінезді инсансыз? Қосқыларыңыздағыдай қайғыстырап жүретін бе, или наоборот, шоқ мінезлі ма? Алдынан рахмет депті. Аша ісімлі ықыласпентліңіз. Рахмет. Енді өмірде достарымыз біледі, енді қонақлау мен өзіме көбінше ұнамайды. Кейпиятты түсіріп, көп ойланып жүру өзіме онша ұнамайды. Сол үшін күліп ойнап ашылсып жүрген жақсы көремін. Лекін керек жерлері бар. Ойланып, азмас қадем атқанда ойланатын жерлері бар, бірақ. Рахмет, толық жауап алды деп ойлаймыз. Демек, кейінгі сұрауға өтеміз. Мен сіздің ашадди ықыласпентлігіңізбен сіздің қосқыларыңыз жүда ұнайды деп әумет тілепті. Мадина ісімлі ықыласпентлігіңіз. Рахмет. Бұл достымызға да өзінің жұмысларында, оқуларында, шаңырағында ең жақсы тілектерін тілеймін, тасқын табыстар, әумет ешқашан тәрк етпегей. Рахмет. Жанка ісімлі ықыласпентлігіңізден және неге көпшілік қосқыларыңыздың клиплерін істемейсіз? Мәселен, көзімнің жаслары келмейсең, һәм тағы басқада клиплеріңіз істесеңіз зор болар еді деп Жанка. Сол алдына айтып өткенімдей, клип істеуге онша қызыға бермеймін, бірақ енді Алла бұйыртса жақын арада бір қосығымның клипі шығады. Қазіргі уақытта бұл клиптің съемкаларын дейміз ғой, түсіріп болдық, уақияларын һәммесін болдық. Монтаж жұмыслары істелініп жатырыпты. Ықыласпентлерімізге, достарымызға жақын арада осы Сорайда атлы қосығының клипін інам етеміз.
Рахмет, давам етеміз. Енді Айбектен келген сұрау. Бауыржан Хамидуллаевқа сұрауым. Өмірде көп қиыншылыққа ұшырағансыз ба? Және де семьяда неше адам тұрасыз депті. Енді бұл өмірде әр түрлі уақиғалар тұсласа да, қиыншылық көрмеген адамның өзі жоқ шығар деп ойлаймын. Себебі бұл бәрібір өмірде әмме зат болады. Екінші сұрауы? Екінші сұрауы, семьяда неше адам тұрасыз? Шаңырағымызда біздер 5 инсан, ата-анам, ағам, апам, мен үйдің ең кішкентайы. Еледі көбеюіңізге тілектеспіз. Рахмет. Давам етеміз. Және Джониден келген сұрау. Бауыржан Хамидуллаев шоқ-шоқ қосықларды көбейте берің депті, Сурхан қызы дегенге құсаған дейді. Рахмет. Тілек есабында десеген болады. Рахмет. Давам етеміз. Данияр, сұрауым, қосықты неше жастан айтып баслағансыз депті. Енді мен бұл қосық айтуды мен Алла Тағалам туылған уақытымда бұл талантты, бұл інәмді туылған уақытымда қосып берген ұқсайды. Себебі мен бір 3 жасларымдан баслап қосық айтып баслағанман. Енді шаңырақ ағзаларымыздың айтуына қарағанда. Мен 5 жасымнан баслап өзім білемен анық дутар шертіп, домбыра шертіп, ол уақытлары ана жанымның әкеп берген ойыншық ямақасы бар еді. Сол ойыншық ямақаларды шертіп, қосық айтып жүргенлерімді білемен. Сол үлкен сахнаға 2001 жылы 3 октябрь күні қадем атып басладым. Бұған себепші бірінші ата-анам, кейін ұстазларым. Бұл концертті шөлкемлестірген инсан Парақат Атамұратов деген концертлерге продюсерлік қылатығын ағамыз. Осы инсанлар арқалы мен үлкен сахнаға қадем атып баслағанмын. Рахмет, давам етеміз. Жәнібек деген сұрау. Ілтимас шоқ қосықларды көбейте берің. Жақсы көретін қызым тойымызға Бауыржан Хамидуллаев шақырамыз депті. Рахмет. Енді осы жерде бір тоқтап кететін зат. Мен шоқ қосық айтқанға қарағанда лирикалық қосықлар маған жақсылау жарасатығын ұқсайды. Себебі ықыласпентлеріміздің айтуына қарағанда. Сол үшін мен көбірек лирикалық қосықларды істеп дөреткенді, лирикалық қосықларымды көбейткенді өзіме ұнатаман да. Рахмет, давам етеміз. Слушастан келген сұрау. Сіз Қазақстанға концертке барғаныңызда концерттен кейін ұрыс жанжал болып кеткен дейді. Сол рас па дейді. Енді халқымыздың арасында жүрген сөзлердің бірі шығар. Енді концерттен кейін ол қай жерде болған ұрыс жанжалды айтып атырды білмедім да, бірақ менің концертіме байланысты ұрыс жанжал болған жоқ. Мен анық білемен. Бірақ енді ол затларды мен ешкімге де рауа көрмеймін. Рахмет, давам етеміз. Бибігүлден келген сұрау. Нөкісте қашан концерт бересіз? Біздерді көп күттіре бермең депті. Рахмет. Енді мен бұл концерт хақында ойласам, расы өзім қорқаман. Себебі бұл концерт беру деген зат әрбір инсанға несіп ете бермейді. Несіп еткен жағдайда да бұл әуметке, әмде өзіңнің талантыңа, өзіңнің минетлеріңе байланысты болады. Сол үшін мен ойлайман, концертке еле ерте шығар деп ойлайман. Себебі енді өзімнің жеке пікірім, өзіме еле ізлену керек, еле
концерт беру үшін еле қылатұғын минетлерім бар шығар деп ойлаймын. Рахмет. Мақсаттен келген сұрау. Бауыржан, қосықларыңыз зор. Көзім жасы деген қосығыңыз менің тағдырыме арналған екен. Бауыржан, сіз менен дуэт айтуды қалер едім. Мен менен қосық айтуды қалайсыз бе? Деп Қаллыкөлден Мақсат. Рахмет достымызға. Өзінің жұмысларында табыстар тілеймін. Енді бұл дуэт айтуға келетұғын болсақ, тоқтайтұғын болсақ, мен көп ойланып көрдім дуэт айту үстінде. Хаял қосықшылармен біргелікте, ер қосықшылармен біргелікте айтуды көп ойланып көрдім. Бірақ дуэт айтуға да маған еле ерте шығар деп ойлаймын. Себебі аз ғана бір минетлерді қылып, аз ғана жетіскенліктерге ерісіп болғаннан кейін дуэт айтсам, ол ықыласпентлерімізге басқаша тәсір етеді. Сол үшін қазір айтсам, онша ықыласпентлерге жетіп бару қиынлау болып қалады. Сол үшін еледа жаспыз, бірақ айтуға харекет етеміз. Етемен. Рахмет. Ледидан келген сұрау. Бауыржан, қалайсыз? Маған сіздің қосықларыңызда қандай да бір дәрт бардай сезіледі. Көзімнің жаслары қосығы жаралуы хақында тоқталып өтсеңіз депті. Рахмет достымызға. Енді дәрт болмаса қосық шықпайды. Мәселен, әр бір қосықты әр бір инсанның өмірінен ямаса қандай да бір болып өткен уақиядан алып жазамыз. Енді көзімнің жаслары қосығының келіп шығуына тоқтайтұғын болсақ, бұл қосықты маған бір ажайып достым, дос қызым бұл қосықтың тарихын айтып берді. Мен сол қыздың айтып беріп атырған уақытында мен сол қосық уақияның арасында жүргендей болып кеттім. Себебі со дәрежеде тәсірлі қылып айтып берді. Мен сол уақияны естіп отырып, сенің көз жасың ба мені талдырған деген қатар ойыма келіп қалды. Соң бұл қосықты сол күні түні менен жазып, һәм ертесіне ұстаз ағам, шайыр ағамыз, елімізге, халқымызға белгілі Марат Нағметуллаев деген ағамыз бар. Осы инсанменен біргелікте 30-40 куплетке шекем жазды. Қосықтан, уақиядан илхамландық. Һәм арасынан сайлап бір жәмге келтіріп 6 куплет қылып алдық. Ондан кейін 5 куплет болып қалды. Осы көзімнің жаслары қосығын халқымызға, ықыласпентлерімізге інам еттік. Рахмет, давам етеміз. Әуелен бар, ассаламалейкум. Бауыржан, қосықшылық тарауында сізге үмітлер тілеймін. Рахмет. Сізге сұрауым бар еді, сіз көп қайғылы қосықлар айтасыз. Не үшін? Ямаса біреуге арналған қосықлар ма олар депті? Енді күнің менен айтысып атырмыз. Маған жарасқан жөнеліс болса керек. Себебі шоқ қосықларды да айтып көрдім. Менің айтқан шоқ қосықларыма қарағанда лирикалық қосықлар, дәртлі қосықлар, көбірек халқымыздың көңіліне жетіп барған шығар деп ойлаймын. Енді ол өзіме өзім бақа бергенім емес, ықыласпентлерден естіп айтып атырған сөздерім. Һәм енді әр бір қосығым әр бір инсанның өмірінен, әр бір инсанның басынан кешірген кешірмелерінен алынып айтылады. Сол үшін да мен сол лирикалық қосықларды көп айтатын шығарман деп ойлаймын. Рахмет, давам етеміз. Дәулет Ярдан келген сұрау.
Бауыржан, сізге сұрауым осыдан ібарат. Ендігі жағындағы мақсатларыңыз хақында айтып берсеңіз, және қандай рекордларыңыз бар депті. Рахмет. Енді кейінгі жұмысларымдағы кейінгі ниетлерім, мақсатларым, Алла бұйыртса елімізге, халқымызға бұннан да жақсы, бұннан да шұғыр мәнідегі, бұннан да бір жақсылау жетіп баратығын қосықларды шығару, ана диярымыздың Қарақалпақстан Республикасының байрақларын жоғарыға көтеріп, теберік жеріміздің, ана ватанымыздың, Қарақалпақ миллетіміздің атын бір жер жүзіне таныту мақсатым. Һәм осы жасап атырған ана ватанымыз хақында, Өзбекстан, Қарақалпақстан республикалары хақындағы бір ажайып қосықларды төретіп, ықыласпентлерімізге сабақ болатындай қосықларды айту мақсат. Рахмет, сау болың. Кейінгі сұрау. Сәрбіназдан келген. Сіз той ямаса концертлерде көп шықсаңыз керек. Сол уақытларда сізді қызлар менен көп танысады дейді. Сол рас па деп. Енді әрбір инсан әр түрлі ойлауы мүмкін. Менің өзімде бір жол бар. Тойға барғанда, тойлар һәм концертлерге барған уақытында онша қызларға қарамау керек деген не бар менде. Бір өзіме ұран ба, себебі бұл сөзді маған теберсін жатқан жерлері жәннеттен болғай. Ұстазым Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Нықал 2008 сыйлығының лауреаты мархум ұстазым Рашид Қожасов көп айтатын еді, тойға барған кезде қызларға қарай берме бала деген сөздерді көп айтатын еді. Енді бәлкім ұстазымның сөзі айтқан, берген тәрбиясы шығар. Қызларға онша қарай бермеймін, себебі бір қызға қарап қойдың ба, сөз тез тарқайды ғой біздерде. Енді ондай екен, жырбақай екен, маған көзің қысты. Сол үшін онша қызларға қарай бермеймін. Енді дос яранларың болса, бірақ әлбетте қарап, сөйлесіп, хабарласып, бәлкім соны қызларға қарап атырыпты деп айтып атырған шығар, білмедім енді. Алла рахмет, тамам етеміз. Алло Медиа Group студиясы ұсынады. Тойлар, банкетлер, туылған күн һәм басқа да кешелер үшін сапалы түрдегі видео һәмде фото қызметлер. Алло Медиа Group студиясы сіздің бақытлы күндеріңіздің тынық айнасы. Видеоклип һәм фотосессиялар. Мағлумат үшін телефонлар 361 0555 453 94 94. Алло Медиа Group жоғары сападағы видео һәмде фото қызметлер. Және бір мәрте есілетіп өтеміз. Бүгін сайтымызда мейманда Бауыржан Хамидуллаев. Сұрауларымыз давам етеміз. Жәмиладан келген сұрау. Концертіңізді күтіп қалдық қо, ямаса клип шығармайсыз, соншелі сағындырған жақсы көресіз бе? Яки ықыласпентлеріміз күтіп жүргенін білмейсіз бе? Рахмет, әумет, яр болсын депті. Енді алдыңғы сұрауда да айтып өттім, концерт беруге елі ерте шығар деп ойлаймын. Бірақ әлбетте кейінгі Сорайда атлы қосығымның клипі тез арада ықыласпентлерімізге жетіп барады. Һәм кейінгі жағында да клиплерімнің санын
көбейтуге харакет етемін, уәде беремін. Рахмет. Енді жақында Сорайды атлы қосығын шықты. Енді мен қызықтырып тұрған сорау, озат нені сорайды, ямаса кімді? Енді бұл қосықтың келіп шығуы бір қызбенен бір жігіттің басынан өткен кешірмелері. Бұл қосықтың астында, мәнісінде бұл қыздың жігітке деген қияметі, hamda жалғаннан сүйіп жігітке өзінің бір қандай да бір нықаптағы мұхаббатыменен жүргенлігі сәулеленген. Һәм соннан кейін бұл қосық келіп шықты. Жігіттің жүрегі сол қыздан басқа ешкімге бағынбай қалады. Хаттекі өзінің шаңырақ ағзаларынан, көплеген достарынан кешіп кеткен күнлері болады. Мен өзім осы уақияның куәсі болдым, себебі мен көзімменен көрдім бұл уақияны. Содан ilhamlanып мен жаздым да бұл қосықты. Һәм жақын арада осы қосықтың клипі шығады. Бірақ клипте біздер басқа бір уақияны сәулелендірдік, себебі ол уақияны клипте де қайталайтұғын болсақ, уже біздерде бір қандай да бір жаңалық болмай қалатұғын болды. Сол үшін клипте жаңалық болатұғындай бір көрсетпелерді алып өттік. Рахмет, давам етеміз. Қалбекеден кейін сұрау. Қарақалпақ қосықшыларынан кімлерді ұстаз деп білесіз? Яки сол инсанға елеклеп қосық айтып келгенсіз? Кімнің қосықларын тыңлайсыз көбінесе депті? Енді мен Қарақалпақ эстрадасында, хаттегі Қарақалпақ көркем өнерінде маған ұстазлық еткен инсанларым көпшілік. Себебі ең бірінші ұстазым анам деп ойлаймын. Себебі ол музыка мектебіне, бұл қосықшылыққа, көркем өнерге менің қадем атуымдағы ең үлкен себепші инсан деп ойлаймын. Ондан кейін Қылышбай Алламұратов деген бақсышылық тарауы бойынша оқытқан ұстазым бар. Құрал Бердақов деген ұстазым бар. Бұл эстрада тарауы бойынша көплеген сабақларды берді. Гүлназ Мамбетниязова деген ұстаз апам бар. Қала берді. Мен сондай инсанды мен құрметпенен айта аламын. Себебі бұл көркем өнерде, хаттекі өмірде, өмір жолында маған көплеген ұстазлық қылған инсан бұл Рашид Қожасов болады. Һәм мен көплеген уақытлар бұл инсанға еліклебам қосық айтып келдім. Бұны ықылас-студенттеріміз жақсы біледі. Себебі көплеген адамдар айтады, дауысларыңыз айрым жерлері ұқсап кетеді дейді. Қосықларыңыздың жөнеліслері ұқсап кетеді дейді. Жақын араға шекем бұл инсанға еліклебам қосық айттым, тән аламан. Ендігі жағында өз жолымды тауып кетуге харекет етемін. Рахмет, давам етеміз. Алем медиа сайтына көптен көп рахмет осындай имканиятлар үшін. Және сол Алем медиаға байланысты гәпім бар. Яғни сіз alemmedia.com сайтына арналған интро қосығында сізде айтқансыз. Даусыңыз айрықша шыққан. Сол қатарыңызда жаллы түрде айтып берсеңіз деп қаламан. Әммеге рахмет. Қоңыраттан Шеткер. Рахмет. Маған ұнаған сұрау болды. Енді бұл alemmedia.com сайтының дөретуші инсанлары менен, ағзалары менен көплеген уақытлардан бері
дос тұтынамыз, жақсы қатынасамыз, hamde менің бұл көркем өнерімдегі, көркем өнер тарауымдағы менің қосықларымның көплеген ықыласпентлерге естіруде де бұл alonmedia.com сайты бір айрықша орын тұтады деп ойлаймын. Бұл қосықты айтудағы себеп те сол шығар деп ойлаймын. Себебі өзі жақсы инсанлар, ағаларымыз, інілеріміз сол қосықтан өзімнің айтқан жерімнен бір қатар еліміздің жігіт қызлары алысларда жүріп есіткен деген жерді мен жаңыл қауазда айтып бердім. Рахмет. Сүйерін мына жерде тұтқан болса керек, басқаша шықты деп. Расында басқаша шықты. Рахмет. Давам етеміз. Азизден келген сұрау. Қосықшылықтан басқа кәсібіңізде бар ма, яки тек қосықшылық па депті. Менде бұл қосықшылықтан басқа кәсіп жоқ шығар деп ойлаймын. Себебі басқа кәсіпке уақыт та жоқ шығар деп ойлаймын. Себебі ұйқыдан көзімізді ашамыз, ойлайтұғынымыз қосық, музыка, қосығымның сөзлері, текстлері, кәсібім да сол, өмірімнің мазмұны да осы қосықшылық шығар деп ойлаймын. Онда бұлайынша бір ойнап қайтайық, футбол ойнайық дегенсе бармайсыз? Болады достар, құрбы құрдастар менен, уақыты менен. Ондай көп уақытымды бірақ осы өзімнің келешегіме, жұмысыма, кәсібіме бағышлаймын. Рахмет. Давам етеміз. Наурыздан келген сұрау. Өмірде ең бақытлы демлеріңіз сіз үшін не болып есептелінеді депті? Өмірдегі бақытлы демлерім, бақытлы күнлерім бұл өмірге келгеннің өзі үлкен бақыт деп ойлаймын. Әрбір таңның атуы, әрбір күннің батуы мен үшін бақыт деп есептеймін. Шаңарақ ағзаларымның, сізлерде азиз ықыласпентлеріміздің, ел халқымыздың аманлығы, тынышлығы мен үшін бір бақыт деп ойлаймын. Осындай ғаресіз елде, Өзбекстандай, Қарақалпақстандай мемлекетте жасап отырғанымыздың өзі бір бақыт деп ойлаймын. Аллаға шексіз шүкір, аспанымыз ашық, суымыз мол, нанымыз қалың. Соның өзі бір бақыт шығар деп ойлаймын. Басқа нені айтамыз? Әрбір қылып атырған менетіміз бақыт шығар деп ойлаймын. Рахмет. Айгүлден келген сұрау. Қай жылғысыз, үйленгенсіз бе депті? Енді мен бұл өмірге 1990 жыл 10 август күні кіріп келгенмен, Бірталай болыпты. бірталай жасап тастадық. Енді тағдыр шығар, бірақ өмірлік зайыбым менен сәл келіспеушіліктер болып қалған. Енді бұл маңлайға жазған зат шығар, басқа түскен көз көрер. Енді білмедім, бұл тағдыр шығар деп ойлаймын. Рахмет. Айнұрадан келген сұрау. Сізді Қараөзек районында туылып өскен дейді, сол рас па депті? Яқ, пайтақтымыз Нөкіс қаласында туылып өскенмен, еледі осы Нөкіс қаласында жасаймыз. Бірақ негізі туылып өскен шығысымыз Тақтакөпір районы болып есептелінеді. Бірақ өзім Нөкіслі. Демек, онда Қараөзекте де бір
Хамидуллаев бар да. Сондай болып тұр ғой енді. Мүмкін. Давам етеміз. Мына жерде келең сұраулар келіп жатыр, бірақ мына жерде Бауыржан Хамидуллаевқа сұрауым жоқ. Тек қана алға үмітлер тілеп қаламын депті. Рахмет. Давам етеміз. Әжнияздан келген сұрау. Мен де қосықшылыққа қызғаман, әсіресе сіздің жөнелісіңіздегі мені шәкіртлікке ала аласыз ба? Қосық сырларын үйрете аласыз ба? Мүмкін болса егер депті. Енді рахмет, менің жөнелісімдегі қосықларға қызыққан екен, мен төбем көкте, себебі ол әрбір инсанға, ямаса әрбір қосықшыға несіп ететін зат деп ойламаймын. Рахмет інімізге. Енді ұстаз һәм шәкіртлік хақында айтатұғым болсақ, менің өзім еле бір шәкірт шығарман деп ойлаймын. Себебі менің де үйренетұғын затларым көп шығар деп ойлаймын. Себебі бұл ұстаз болу тек қана бұл қосықшылықты, ямаса қосық айтудағы сырларын, қырларын үйрету емес, бұл өмірден сабақ беру шығар деп ойлаймын. Сол үшін еле өзімді жаспан деп ойлаймын. Көплеген адамдар айтады енді, менің ұстазым пәленше, менің ұстазым төленше, ямаса менің шәкіртім деп айтады. Бірақ мен ол затқа қарсыман, себебі мен ұстаз болуға еле тайын емеспен деп ойлаймын. Рахмет. Бірақ ініміз болып қасымызда еріп жүретұғым болса, әлбетте бар білген сырларымызды, қырларымызды үйретуге мен таярман. Рахмет. Рахмет, давам етеміз. Исламнан келген сұрау. Бауыржан, бауырым, ең жақсы тілектер тілеймін. Саған тек алдыға баса бер, қосықларың зор депті. Тілек деп басақ та болады бұны. Рахмет. Сау болсын. Венерадан келген сұрау. Қосықларың арасында өзіңе ұнамаған, ямаса халық кеуілінен шыға алмаған қосығың қайсы деп ойлайсың? Сондай қосықларың бар деп ойлайсың ба депті? Енді мен әрбір қосықты айтар уақытында, ямаса әрбір қосықты дөрететін уақытымда, әрбір қосықты шын кеуілімнен, жүректен дөретіп келатырман, һәм айтып келатырман. Мен үшін жағымсыз, ямаса бір қандайда бір ұнамсыз қосық бар деп айта алмаймын. Себебі бұл қосық енді ықыласпенділерімізге, халқымызға ұнамаған қосықларым бар шығар деп ойлаймын. Бәлкім мені ұнатпайтын ықыласпенділер бар шығар деп ойлаймын. Мен оған қарсы да емеспен, себебі әркім өз құқығына ие. Бірақ енді әрбір қосықшының әмме қосықлары ұнайды. Бірақ енді ықыласпенділеріміз ұнатпаса, менің оған қарсылығым жоқ. Рахмет, давам етеміз. Арманнан келген сұрау. Макастар атлы қосығының келіп шығу қалай болған? Өмірден алынған менімше. Себебі менде де сондай жағдайлар болған депті. Дұрыс. Енді накаслар қосығының келіп шығуы менің өзім көп ойладым ол қосықты дөретер уақытымда. Себебі мен бір нәрсеге ұрындым, бізділерде шықпаған тема хақында қосық айтуды ойладым. Соң көп ұрындым. Өмірден алынған қосық, өзім көп инсанларға, аққа, қараға, жақсыға, жаманға қарап жүріп, солардың ішінен керек жерлерін алып, осы накаслар қосығын ұстаз шайыр ағам Марат Нағметуллаев ағамызбенен біргелікте ойласып отырып дөреттік. Рахмет, давам етеміз. Нилуфардан келген сұрау.
сізді дүния жүзіндегі қалеген бір мүйішіне жібергенде, сіз қайсы қаланы таллаған болар едіңіз депті. Енді бұл сұраудың жауабына ойланып отырмай айтсақ та болады. Бәрібір туылып өскен, кіндік қанымыз тамған, суын ішкен, нанын жеген, бұл теберік жеріміз, ана диярымыз болған Қарақалпақстан Республикасына еш жер жетпесе керек, жете алмайды да деп ойлаймын. Ойланып отырмай мен өз елімді, ана диярымды, Қарақалпақстан Республикасын таңлар едім. Рахмет, сау болың дейміз. Кейінгі сұрау шақс әлемнен келген. Сіз жалғыз қалып ойлар сүруге қалай қарайсыз? Һәм қандай жағдайларда депті? Мен көбінесе көп уақытларда жалғыз қалып ойланамын. Себебі ilham келген уақытларда, мәселен, бір қосықты жазар байтыларда жалғыз қалып, көше айланып, ямаса шаңырақ ағзаларым бір көше қыдырып кеткен уақытларында мен тек жалғыз қалып, телефонларды да өшіріп тастап, көп затларды ойлап, ой сүріп отырамын. Менің ең жақсы көрген әдетлерімнің бірі десе де болады. Енді осы сұрауға қосымша, сіз мына жалғыз қалған уақытыңызда қорқасыз ба? Я, енді Бірақ негізі қорқатын бедіңіз алдын? Енді бала уақытларымда қатты қорқатын едім, себебі қараңғыдан қорқатын едім. Елеге дейін достарымыздың арасында ойнаймыз бір жерлерде, тоқ өшіп қалған уақытлары бір жерлерде ай свет жақ қорқаман деп. Сондай бала уақытларым қорқатын едім, енді қазір үйреніп кеттік па, қорқпайтын болып кеттік. Рахмет. Давам етеміз. Гүлзирадан келген сұрау. Бірінші мұхаббатыңыз болған ба, аты кім сыр болмаса депті? Болған бірінші мұхаббатым. Енді бала уақытларымыз ғой ол енді. Бір көшеде тұрамыз, бірге ойнаймыз, бірге ойнап өстік. Енді оменен бәрібір айта алмайсаң, тек қасынан өтіп кетесең, сондай уақытлар болған. Бір көшеде ойнап өскен достым, сол менің бірінші мұхаббатым болған. Һәм елеге шекем көріп тұрамын. О жағдай онда тек менің бір өзімде болмаған екен да. Әммеде сондай екен. Давам етеміз. Камшаттан келген сұрау. Агент Адно WhatsApp-ларда барсыз ба? Логиніңізді айтсаңыз депті. Енді жоқ деп айта алмаймын, себебі енді бір уақытлар, бос уақытларда интернеттен пайдаланамыз, себебі бұл да бір достарменен, ықыласпен халқымызбенен жақынластырады деп ойлаймын. Енді зиян тарифлері де бар, бірақ енді сол зиянына өтпей тұрып, азмыз пайдаланып, соң тоқтатамыз. Кейін онша көп уақыт бола бермейді, сол үшін тек арасында пайдаланып қоямыз. Рахмет, давам етеміз. Дилфузадан келген сұрау. Сырлас жораңыз ямаса достыңыз бар ма? Ең жақын инсаныңыз ата-анаңыздан басқа депті. Енді бар, жоқ деп те айта алмаймын. Ата-анам әлбетте бірінші орында. Сырласым, туысқаным, достым, жорам, әммесі сонымен шаңырақ ағзаларым деп ойлаймын. Ондан кейін бар сырлас достым, менің осы қосықларым, ықыласпентілерге жетіп бармастан алдын менің қасымда бір иіннен жәрдем беріп, бір иіннен маған қарасып, сен
мынандай қосықларды айтуым керек. Ойласып, сырласып жүрген достарым бар. Қазір елеге шекем қасымда, біргеміз, мен оның қасындаман. Көп жерлерде бірге жүреміз. Енді ол да өзімізге ұқсаған қарапайым Қарақалпақтың баласы. Тек біреу емес, көплеген достарым бар. Осы достарымменен ойласқан қалда қосықларды, осы достарымменен ойласқан қалда клиплерді дөретеміз. Себебі бір өзің ешқашан еш жерге де бара алмайсың деп ойлаймын. Біреу емес, бірнеше достарым бар. Қазір айтады, енді қазір көптеген адамдар айтады, неге оларды қасыңнан қалдырмайсың? Сол уақытлары мен айтаман. Мен де жоқ уақытында да, мен назерге түспей тұрған уақытларында да қасымда болған достарым. Сол үшін ешқашан мен тастап кете алмаймын деп көп инсанларға айтып кетірман. Бар, көзім қимайды, себебі олар менің туысқанымдай болып кеткен достарым, ойнап өскен достарым. Бұл менің көркем өнердегі жетіскеншіліктерге еріскенде бірге қасында қол қанат болған достарым. Жоқ емес, бар, баршылық. Рахмет. Бауыржан, осымен сайтымызға келіп түскен сұраулар жұмақланады. Алдынан көріп жүрген болсаңыз, сайтымызда меймандарымыз өздерінің ықыласменділері үшін жаллы ауызда өзінің бір сүйген қосығын айтып беретін еді. Демек, сізден тыңдаймыз деген үміттеміз. Мейлі. Енді қайсы қосықты айтып беретінімді білмедім да. Өзіңіз жақсы көрген бір қосықты. Келің онда бір накаслар қосығын ықыласменділерімізге бір айтып береміз. Тыңдаймыз. Ойлан достым, бұл әлем ақ қарадан жаралған, бір күн аяқтан шалар, түбінде накас адам. Ойлан достым, бұл әлем ақ қарадан жаралған, бір күн аяқтан шалар, түбінде накас адам. Дөніп түрлі түр түске, кесент етіп әр іске, мегзеткім келер песке, негізі пәс накаслар. Арнамыздан нышан жоқ, арын сатқан насазлар, өзлерінше кеулі тоқ, нықап киген накаслар. Арнамыздан нышан жоқ, арын сатқан насазлар, өзлерінше кеулі тоқ, нықап киген накаслар. Сыртыңнан сойып салып, дос көрсетер көзіңше, жығылсаң аулақ қалып, тас атады накаслар. Сыртыңнан сойып салып, дос көрсетер көзіңше, жығылсаң аулақ қалып, тас атады накаслар. Басымызды қатырып, батпағына батырып, ұйқысыз таң атырып, әлек болар накаслар. Арнамыздан нышан жоқ, арын сатқан насазлар, өзлерінше кеулі тоқ, нықап киген накаслар. Арнамыздан нышан жоқ, арын сатқан насазлар, өзлерінше кеулі тоқ, нықап киген накаслар. Ойлан достым, бұл әлем ақ қарадан жаралған, бір күн аяқтан шалар, түбінде накас адам. Рахмет, сау болың. Даусыңыз бұннан да биіктерге көтеріле берсін дейміз. Рахмет. Демек, сіздің сүйген қосықшыңыздың өздеріңіздің қызықтырған сұрауларыңызға жауаптар алдыңыз деген үміттеміз.
сайтымыздан ұзақласпаң дейміз. aliomedia.com эстрада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын жарып беруші портал. Рахмет. Мен де өз кезегінде aliomedia.com сайтының тұрақлы ағзаларына, ықыласпентілеріне, қосық сүйер, көркем өнер сүйер ықыласпентілерімізге өмірдегі ең жақсы тілеклер тілеймін. Бұл сайттың ендігі жұмысларында келешекте тасқын табыстар тілеймін. Жұмысларына аумет, дөретуші инсанларына ешқашан аумет тәрк етпесін деймін. Сайтымыздан алысласпаң, aliomedia.com сайты сіздерменен біргелікте. aliomedia.com сіз сүйген портал. aliomedia.com-да жаңадан жаңалық болмақта. Жұлдызларға минеті сіңген ажайып портал болып жанбақта. Таза клип һәм видеороликлер, қосықларға фото суретлер, қарақалпақ жұлдызларының талантларын дөретер. Алыс елдерде жүрген қарақалпақ қосығын күткен. Еліміздің жігіт қызлары алысларда жүріп есеткен. Қызмет етіп шаршамай, жаңалықтан тоқтамай, Қылық өзерінен қалмай, жақынай бер тоқтамай. Баса бер сен хәмеше алға, жаңалық іздедің сен хеш тоқтама. Эстрада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын жаратушы портал. Барамыз тоқтамай біз биік шыңларға, баршамыз бірлестік aliomedia сайтында. Бұл aliomedia.com сайты көпке жұлдыз болып жанбақта. Баса бер сен хәмеше алға, жаңалық іздедің сен хеш тоқтама. Эстрада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын жаратушы портал. Барамыз тоқтамай біз биік шыңларға, баршамыз бірлестік